құтылуға болады және оны жаңа простата безіне қалай емдеуге болады. Бұл бейнеде мен сізге простата ауруларының жасырын белгілері туралы айтып беремін. Оны адамдардың 95% елемейді. Мен сізге үйде өз бетіңізше диагноз қоюды және қуық асты безін кішірейтудің 5 негізгі әдісін көрсетемін. Сонымен қатар, мен сізге ВИЧ-ге қарсы бір дәрі туралы айтып беремін. Оның көмегімен сіз өте сақ болуыңыз керек, себебі ол депрессияны, ерте қартаюды тудырады және либидоның эрекциясын толығымен дерлік өлтіреді. Біз соңына дейін қараймыз. Жаман жері, қуық асты безінің проблемалары бар, бірақ олар ең жауапты жағдайларда ер адамды таңғалдырады. Қуық асты безінің аденомасынан басқа ештеңе жоқ. 45 жастан асқан еркектерге тән безді ұлпаның көбеюіне байланысты қуық асты безінің көлемінің ұлғаюы. Қалыпты жағдайда қуық асты безінің көлемі шамамен 20-25 мың құрайды. Бірақ айта кету керек, қуық асты безінің көлемі проблемалармен тікелей байланысты емес. Яғни, қуық асты безінің көлемі 100 мың болатын еркектер бар және олар салыстырмалы түрде қалыпты зәр шығарады. Ал қуық асты безінің көлемі 30 мың болатын және өздігінен зәр шығаруды толығымен тоқтататын еркектер бар. Бұл өсу әдеті туралы. Кейбір ер адамдарда қуық асты безі бар. Без негізінен сыртқа, ал басқаларында уретралды каналдың ішіне қарай өседі. Сондықтан қуық асты безінің көлемінің шамалы ұлғаюы зәр шығаруға айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Сондықтан қуық асты безінің көлемін жеке талдау ретінде терапияға көрсеткіштер әділетсіз. Ал бұл не? Мен саған қазір айтамын. ВИЧ терапиясының 2 міндеті мен мақсаты бар. Біріншісі, ер адамды симптомдардан арылту және өмір сүру сапасын жақсарту. Екіншісі, өткір сияқты ауыр жағдайдың алдын алу, зәрді ұстап қалу. Бұл кезде мұфта шығаратын аденома каналы толығымен бітеліп, ер адам дәретханаға өз бетімен бара алмайды. Бұл жедел жәрдем шақыруды және қуықты катетерлеуді қажет ететін өте ауыр жағдай. Қуық асты безінің аденомасының негізгі белгілері қандай? Кейде кедергі келтіретін үзіліс, зәр шығару, кенеттен жеделдік, зәр шығару жиілігінің жоғарылауы, түнде ояну қажеттілігі және қуықтың толық емес жаттығуларын сезіну. Симптомдардың ауырлығын бағалау үшін ер адам жыл сайын урологтың қабылдауында халықаралық сауалнаманы толтырады. Бұл симптомдарды сандарға аударуға және жағдайдың ауырлығын бағалауға мүмкіндік береді. Сауалнама келесідей көрінеді. Ер адамда әрқашан дерлік жағдайлардың жартысына жуығында және олардың арасында болуы мүмкін белгілі бір белгілер туралы тек 7 жетекші сұрақ. Ер адам жалғыз дұрыс жауапты тез табады. 8-ші сұрақ. Ер адамның бойындағы белгілердің оны қаншалықты мазалайтынын бағалайды. Бұл дәрігерге емдеу тактикасын таңдау және терапияны тағайындау туралы шешім қабылдауға мүмкіндік беретін маңызды ақпарат. Бұл сауалнаманы менің Telegram каналымнан жүктеп алып, өзіңіз толтыра аласыз. Енді мен сізге пациенттерімнің бірінің сауалнамасын толтырудың мысалын көрсеткім келеді. Мен мәтінді оқымай-ақ осы жауаптарды жан-жақты қарастыруды ұсынамын. Біз пациенттің оның қандайда бір белгілері бар екенін атап өткенін көреміз. Бірақ соңында ол олардың оны мүлдем мазаламайтынын атап өтті. Ал енді пациент пен дәрігердің алдында тұрған басты сұрақ. Оған терапия тағайындау керек пе, жоқ па? Егер біз оны тағайындасақ, не болады? Және бүгін терапиясыз жасасақ, науқасқа не қауіп төндіреді? Бұл жерде ВИЧ терапиясының екінші мақсаты мен міндетіне қайта оралу керек. Бұл адамның зәрді жедел ұстап қалу қаупі бар ма, жоқ па? Ваннаға бару, мерекелер, гипотермия немесе ұзақ уақыт бойы айталық кептелісте шыдау қажеттілігі сияқты кез келген өмірлік триггер. Жолда және ұшақтарда зәрдің жедел іркілуіне себеп болуы мүмкін. Бірақ әдетте бұл құбылыстың алдында қалдық зәр деп аталатын заттың болуы орын алады. Бұл кезде табиғи зәр шығарудан кейін 20-шы, 30-шы, 50 немесе 100 мың қалады. Қалдық зәрдің бар жоғын өлшеу өте оңай. Табиғи зәр шығарудан кейін ультрадыбыстық зондты қолдану қажет. Әдетте дәрігер мұны қабылдау кезінде жасайды. Айта кету керек.
ер адамдарда қуықтың толық босап кетпейтінін сезіну өте сирек кездеседі. Қуықтың толық босамағанын сезіну жеткілікті түрде пайда болады. Қуықта 100 мл немесе одан да көп қалдық қалатын асқынған кезеңдерде. Осылайша, емдеу тактикасын таңдауға көріп тұрғаныңыздай, қуық асты безінің көлемі емес, ер адамның симптомдары, олардың ауырлығы әсер етеді. Олар ер адамды қаншалықты мазалайтыны және зәрдің қалдық деңгейін болжайтыны туралы. Келесі жылы зәр шығарудың жедел іркілуінің даму қаупі бар. Науқасты қуық асты безінің аденомасы бар маман жылдар бойы ешқандай терапиясыз қауіпсіз бақылай алады. Ал терапияның көрсеткіші қандай? Оны қашан бастау керек? Және оны шамадан тыс жүктемеу мүмкін болмаған кезде өзіңізді қосымша таблеткалар мен шамдармен тамақтандырыңыз. Бұл сұрақтың қатаң көрсеткіштері бар. Терапияны таңдауда ешқандай күмән жоқ. Науқаста, дәрігер де терапиясыз қалудың бұдан былай мүмкін еместігін түсіну керек. Мен саған қазір бәрін айтамын. Дамудың стандартты моделін жаңасына дейін талдап көрейік. Біз қуық асты безінің аденомасы диагнозы қойылған ер адамды симптомдар мен зәрдің қалдық деңгейі көтеріле бастағанға дейін мүлдем терапиясыз жылдар бойы бақылай аламыз. Бір кезде науқаста, дәрігер де емделмеудің одан әрі жалғасатынын түсінеді. Симптомдарымен өмір сүру сапасын бұзады, немесе зәрдің жедел іркілуіне әкеледі. Осы кезде терапия тағайындалады. Зәр шығару жақсарады. Симптомдар жойылады. Зәрдің қалдықтары жойылады және уретраның толық бітелу қаупі бар. Содан кейін жылдың пациенті терапия кезінде симптомдар мен зәрдің қалдықтары қайтадан өсе бастағанға дейін терапия және оның әл ауқаты аясында маманға бақылауды жалғастыра алады. Бұл жағдай консервативті терапияның тиімсіздігі деп аталады және хирургиялық араласудың көрсеткіші болып табылады. Науқаста, дәрігер де онсыз жасай алмайтынымызды түсінген кезде, простатит пен қуық асты безінің аденомасына тән белгілер қазіргі урологияда төменгі зәр шығару жолдарының белгілері сияқты жеткілікті үлкен және жалпы ұғым деп аталатынын еске салғым келеді. Біз аббревиатураны есте сақтаймыз. Сонымен, осы диаграммаға сәйкес, қуық асты безінің аденомасы ісіктермен, тастармен, басқа себептермен қатар ұқсас белгілердің ықтимал себептерінің бірі болып табылады. Қозғалыс арнасының тарылуы, зәр шығарудың шамадан тыс белсенділігі, қуық және менің артымда жетекші медициналық мекемелерде, соның ішінде Израильдің Хадас клиникасында және Еуропалық медициналық орталықта 15 жылдан астам тәжірибем бар. Сіз диагнозбен күресуіңіз керек, немесе екінші пікірді ұстануыңыз керек. Мен сипаттамада консультацияға сілтеме қалдырамын. Ал енді мен сізге неліктен ер адамдар қартайған сайын простатитпен ауыратынын айтамын. Неге ол жас кезінде жоқ? 45 жастан кейін пайда болады және одан бір жола қалай құтылуға болады? Естеріңізге сала кетейін. Теріс бездің аденомасы бұл темір тінінің көбеюіне байланысты қуық асты безінің көлемінің ұлғаюы, ал простатит бұл қабыну. Ол үшін тән белгілердің бірі ауырсыну мен ыңғайсыздық болып табылады. Бүгінгі күні простата аденомасы бар және зәр шығаруы бұзылған еркектерде простатиттің пайда болуының ең заманауи химиялық теориясы бар. Мен саған қазір бәрін айтамын. Аденома простаттар тудыратын уретралды қарсылықтың фонында қуық, біз білмей, бұл қарсылықты жеңу үшін көбірек қысым жасай бастайды. Соның ішінде қуықтың бұлшықет қабырғасының қалыңдауы. Қуық асты безінің безді түтіктері уретраның люменіне ашылады. Қуық асты безінің уретрасынан өтетін жоғары қысымды несеп қуық асты безінің түтіктеріне түсіп, оларды тудырады. Химиялық қабыну және созылмалы простатит. Соның салдарынан барлық белгілер пайда болады. Керісінше, зәр шығаруды жақсарту және обструкция деп аталатын мәселені шешу арқылы простатит бір жола жойылады. Ал енді бейіш емдеу және алдын алу үшін қандай препараттар бар екендігі туралы монотерапияда да, комбинацияда да қолдануға болатын дәрілердің барлығы 5 тобы бар. Бірақ
препараттардың тек бір тобы ғана қуық асты безінің көлемін сенімді түрде азайтады. Бұл ер адамды операциядан құтқара алатын панацея болып көрінеді. Бірақ бұл оңай емес. Мен бұл туралы толығырақ тоқталғым келеді. 5-альфа редуктаза ингибиторлары тобының препараттары қарапайымдылықты айтарлықтай төмендетеді. Бірақ тестостеронның ең белсенді фракцияларының бірін блоктау арқылы, ал қуық асты безінің көлемінің азаюымен бірге ер адам либидоның айқын проблемаларын, депрессияны, қартаюдың тез дамып келе жатқан белгілерін және эрекция проблемаларын алады. Олар 50 жастан асқан ер адамдар үшін өте құнды және өте маңызды. Сонымен қатар, ол простата обыры ісік маркерінің деңгейін жалған түрде төмендетеді. Осылайша онкологияны өткізіп жіберуге ықпал етуі мүмкін. Егер сіз қазірдің өзінде бір қуық асты безінің терапиясын қабылдап жатсаңыз, сіздің препаратыңыз осы топқа жататынын білу үшін нұсқауларды қараңыз. Сонымен қатар, егер сіз белсенді жыныстық қатынаста болсаңыз, жұмыс істесеңіз және өмірдің жоғары сапасын бағаласаңыз, дәрігеріңізбен сөйлесіңіз. Балама терапия. Менің арнамда простатитті емдеуге арналған бөлек бейне бар. Егер ол зәр шығарудың бұзылуымен байланысты болмаса, қосымша ақпарат менің телеграм каналымда. Денің сау болсын, қамқор бол. Жақын арада кездескенше.